Көрермендер, студияда мен Құлмырзаева Нұрбақыт. Тәуелсіздік деген сөздің өзі жанымызға жылу, бойымызға күш қуат береді. Тайлай бастаған баладан бастап, адымдарын санап, 4-5 жасында өз-өзіне қарап, 10-15 жасында пайдаға ісі жарап, 20-25 жасында өсіп, өніп, аты әлемге тарап, етек жеңін жинап, бар әлемді мойындатып, тәуелсіздіктің бесігінде 30 жыл тербелген қазақ елі, 30 жылдық тәуелсіздігің құтты болсын. Бүгін біз тәуелсіздік жайында бағдарлама өткізетін боламыз, және дәл осы бағдарламамыздың бүгінгі қонағы гимназиямыздың тарих пәні мұғалімі Құрманбаева Нұржамал Ережепбайқызы. Қош келдіңіз. Бүгін енді сізбен тәуелсіздік жайында сұхбат құрғымыз келеді. Бұл сұхбатта сізге арналған біраз сұрақтарымыз бар. Соларға жауап беріп, біраз әңгіме дүкен құрсақ. Сұрақтарымызды қоймастан бұрын, жалпы 1986 жылы желтоқсан оқиғасынан қыршын кеткен жастардың ерлігі туралы сөз бастасақ, өйткені 16 желтоқсан тек қана көтеріңкі көңіл күйде біз қарсы алатын дастархан жайып мереке ғана емес, сол күні еліміз үшін, Қазақстан үшін, тәуелсіздік үшін өз-өздерін құрбан еткен ата-бабаларымызды, аға-әпкелерімізді еске алу күні. Сол жылы алаңға шыққан жастар туралы не айта аласыз? Рахмет. Біріншіден бүгінгі мынау Ғани Мұратбаев гимназиясының студиясына арнайы шақырып отырғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Себебі бұл айтулы мерекенің қарсаңында, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, мынау желтоқсан оқиғасы жалпы КСРО тарихында бұл үлкен кәдімгі серпіліс берген оқиға. Оған бей-жай қарауға болмайды бұл оқиғаларға, себебі 70 жылдан астам уақыт КСРО-ның әкімшіл-әміршіл жүйесінің құрсауында жүрген барлық ұлт өкілдері, соның ішінде қазақ халқының өкілдері, жастарымыз өзінің осы жүйеге қарсы наразылығын білдіріп, алаңға шығып, яғни былайша айтқан кезде жаңа демократиялық кезеңге бас жол ашып бергендігін біз тарихта мақтанышпен айта аламыз. Себебі бұл КСРО-дағы тұңғыш көтеріліс болып саналады. Енді негізі бұл айта беретін болсақ, өз осындай жағдайға келе жаттық. Себебі 1965-65 жылдың аралығында тоқырау кезеңі басталды. Жалпы ұлттық сана әр халықта, мысалы КСРО-ның құрамында 15 ұлттың өкілі болса, солардың барлығы бірте-бірте ұлттық сана ояна бастады. Тарихтан өздерің білесіңдер, 20 ғасырдың басында қазақ зиялылары ұлт сананы көтерген болса, 86 жылы КСРО-ның саясатына қарсы біздің жастардың да ұлттық санамыз. Себебі 60 жылдардан бастап Мәскеуде оқып жүрген қазақ студент жастары да сондай саяси ұйымдар құрып, алғашқы шарттар қалыптасып қойған болатын бұл оқиғаның. Міне осылайша біз дүние жүзінде осы КСРО-ға қарсы алғаш бас көтерген қазақ жастарының ерлігін мен әрине батырлыққа санаймын. Бұл жүректілік, батылдық қадам деп есептеймін. Әрине сол күні еліміз, жеріміз үшін өздерін құрбан еткен біздің аға-әпкелеріміздің ерлігі әрқашан біздің жүрегімізде. Ал енді сұрақтарымызды бастайық. Менің сізге қояр ең алғашқы сұрағым, жалпы тәуелсіздіктің тұғырын биіктету үшін әр азаматымыздың қосатын үлесі қандай болуы қажет? Енді тәуелсіздік ұғымы жалпы әрбір қазақ үшін, қазақстандық үшін бұл өте киелі ұғым. Себебі біздің ата-бабаларымыз осы тәуелсіздікке армандап, жалпы қазақ деген сөздің өзі мағынасы еркіндік деген мағынаны білдіретінін біз әрине білеміз. Соған қарамастан біз еркіндікке ұмтылдық, тәуелсіздікке ұмтылдық, азаттыққа ұмтылдық. Бұл әрбір ұлттың өзінің ақсақ арманы. Армандаған арман десе мен артық айтпаймын. Себебі тәуелсіздік бұл еркіндіктің символы. Сондықтан біз тәуелсіздікті бағалай білуіміз керек. Тәуелсіздік бізге оңаймен келген жоқ. Тәуелсіздікке жету үшін біз ғасырлар бойы біздің ата-бабаларымыз күресіп келді. Тарихтан белгілі біз оқып жатырмыз. 372 көтеріліс болғандығы мәлім бәрімізге. Сондай көтерілістің негізінде біз 20 ғасырдың соңында тәуелсіздікке қадам жасап, тәуелсіздікке жетіп отырмыз. Жалпы енді өзіңіз
білім жолында жүрген адам ретінде, педагог, ұстаз ретінде, кішкентай балалардан бастап үлкен ересек адамдарға дейін өзіңіз білім нәрімен сутындатқызып жүрсіз. Сол себепті сізге білім жайлы сұрақ қойсам, жалпы тәуелсіздік және білім, осы екі сөздің бір-бірімен ұқсастықтары немесе айырмашылықтары қандай? Бұл екі сөзді бір-біріне кереғар мүлдем бірге қолданбайтын сөздер ме, немесе бұл екі сөзді біз синонимдес ретінде қолданатын сөздер ме? Бұл сөз туралы не айтасыз? Тәуелсіздік және білім. Дұрыс айтасыз. Жалпы тәуелсіздік туралы ойымды жалғастыра кетейін, сосын барып білімге кетейін. Тәуелсіздік біз енді, мен өз басым тәуелсіздіктің замандасы санаймын. Себебі біз көбінесе тәуелсіздіктің құрдастары деп 91 жылға туылған азаматтар мен азаматшаларымызды айтып жатамыз, бірақ біз, яғни біздер замандастарымыз осы тәуелсіздікпен бірге есейіп келе жатырмыз. Неге? Себебі 91 жылы тәуелсіздік декларациясын тұңғыш рет, ол кезде Қазақ КСР жоғарғы кеңес деп аталады, қазір енді парламент деп, кәсіби парламент деп жатырмыз ғой 95 жылдан бастап. Міне сол тәуелсіздік декларациясын әлемдік заңға сүйене отырып, белгілі заңгеріміз Сартаев ағамыз тәуелсіздік декларациясының жариялаған хроникасы бар негізі. Соны көріп отырсақ, бір шын мәнде тәуелсіздік сезімі бір ойымызға қуаныш пайда болады да, ерекше бір қуанышты сезінген кезіміз болды. Негізі біз тәуелсіздік бағалай білуіміз керек деп есептеймін. Содан бері тәуелсіздікке 30 жыл келгенмен біз сол жолдан өттік. Оның қиындықтары болды, оның жетістіктері болды, оның өзіндік бір ерекшеліктері де болды. Сол қиын жолдармен бірге жақсылықта біргелесіп келе жатыр. Себебі біз қазақ халқы жақсылыққа үміттенген халықпыз, сеніммен қараймыз болашаққа. Сондықтан да сол қазіргі таңда сол жолдан өткеннен кейін біз соның барлығын өзіміз өмірімізден өтті. Сол кезең, сол бір 30 жыл басымыздан өткеннен кейін біз тәуелсіздіктің қаншалықты қымбат екенін мен ойлаймын, өзіміздің замандасымыз қатты сезінеді, замандастарымыз. Ал енді кейінгі жастар сол тәуелсіздіктің сол ағаларымыз, аталарымыз, апаларымызды қойып берген жолын әрмен қарай жалғастырып алып кететініне мен сенім білдіремін. Енді білімге байланысты сұрақ қойдыңыз. Білім, жалпы білім өмір шырағы деп тек айтпайды. Біздің ғұламаларымыз білімсіз адам, ол әрине алысқа шығалмайтын, немесе қанаты сынған құспен тең деп есептейміз. Біз енді білім бізде қатты өзгеріске ұшырады. Біз советтік кезеңнің білімін алып келдік, тәуелсіз Қазақстан алғаннан кейін 93 жылы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1993 жылы Португалияда Лиссабон хаттамасына қол қойып, осы европалық білім стандартына кезең-кезеңмен өту туралы құжатқа қол қойып келген болатын. Содан бері біз жаңағы европалық стандартпен білім жүйеміз, тесттік жүйе дейміз, жаңағы әділетті түрде болады деген ұғыммен білім саласында бізде біраз реформалар жүргізілді. Өзгерістер 6 жастан бастап мектепке қабылданды, 84 жылдан бастап 1900. Содан бері біздің мектепте өздеріңе белгілі, біздің мектеп тарихымызда 12 жылдық эксперимент өткізілді. Бәрі сәтті болды деп ойлаймын. Жалпы білім саласындағы реформа бұл болашақ үшін керек. Себебі елбасымыз жастарды білімге шақырып жатыр. Сол мақсатта мысалға оқу орындарын ашып беріп жатыр. Себебі қазақ жастарына, қазақстандықтарға жалпы үлкен мүмкіндік беріп отыр. Өз білімдерін болашақ бағдарламасы бойынша да шетелде оқып біліміңді жетілдіріп, елге қайтып келіп, жақсы маман болуға да ол кісі жол ашып беріп отыр. Осындай ерекшеліктерін айта кетуімізге болады. Негізі екі қанатты да биік самғап ұшам деген жастарға бізде білім жолы әрдайым ашық. Тек қана сол мүмкіндікті, мемлекеттің беріп отырған мүмкіндігін өз деңгейінде қолдану қажет деп есептеймін. Ал тәуелсіздік және білім сөздері бір-біріне ұқсас па? Әрине, мен үшін негізгі ұғым екеуі де. Себебі жасыратыны жоқ, КСРО кезінде біздің саясат солай болды да, біздің қазақ жастарын қалаға, білімге шақырғаннан гөрі мемлекеттің арнайы саясаты болды, оны айтып кетуіміз керек. Бізді ауыл шаруашылығында қалдыруға тырысты КСРОның өзінің сол кездегі саясаты. Ал енді тәуелсіздікпен бірге біздің жастарымызға толық айтар едім мен, мүмкіндік ашылды деп. Яғни әлемнің кез келген оқу орнына баруға, тіптен әлемге
оқу орнына бармаса да өзіміздің Қазақстан Республикасында қаншама жоғары деңгейдегі білім ошақтары бар, универлер. Соларға білім алып, өзінің елің үшін, мысалы тәуелсіздік үшін кішкентай де болса үлеске қосуға толық мүмкіндік бар деп есептеймін. Қаншама тілді меңгерсең де қазір бәрі жол ашық. Аз емес. Қазір жастар бақытты деп ойлаймын негізі мен. Жалпы енді осы тәуелсіздік, Қазақстан тәуелсіздікке жеткелі отырғаны 30 жыл болды. Осы 30 жыл ішінде біздің мемлекетіміз білім саласында қандай жетістіктерге жетті? Жаңа сөзімнің барысында айтып кеттім ғой. Білімнің жетістігі жетіп жатқанын біз бірақ жетістіктерден байқаймыз. Ол біздің оқушылардың халықаралық олимпиадалардан, республика бойынша халықаралық олимпиада. Мысалы Қазақстан енді басқа үлкен мектептер бар ғой енді. Солардың деңгейі әлемдік деңгейге жетті деп есептеймін. Себебі математика саласы бойынша, жаңа химия саласы, биология саласы бойынша да қарыштап ғылым қуып жатқан жастарымыз аз емес. Біздің мектепте құралақан емес. Мысалы біздің мектептінде оқушылары республикалық деңгейде кәдімгі озып шығып, жүлде алып жатқандығын біз өте қуанышпен қабылдаймыз. Біздің мектебіміз үшін үлкен мәртебе. Яғни біздің де мектепте өзінің үлесін қосып жатыр деп мен ашық айта аламын. Ұялмайды айта аламын деп есептеймін. Ал енді тек қана білім саласында ғана емес, біздің мемлекетіміз бүкіл әлемдегі алатын орны қандай? 30 жыл ішінде Қазақстан қалай өзгерді? Бұл енді терең тарқатып айтуға енді біздің әрине уақытымыз шамалы шығар, дегенмен де ең басты біздің құндылығымыз ол тәуелсіздік. Біз ғасырлар бойы ата-бабаларымыз аңсады осы азаттықты, оны біз құрметпен еске аламыз. Және бұл тәуелсіздікті соны куәсі болған біздер де қуанышпен айта аламын. Жалпы мынау тәуелсіздіктің жеткізу үшін, осындай үлкен жетістікке жеткізу үшін көшбасшы керек. Біздің бақытымызға орай деп айтсам мен артық айтпаған болар едім. Қазіргі таңда елбасымыз осы қазақ бұрын хандық болды, бірақ қазақтың ұлттық мемлекеттік деңгейіне жеткізген, тәуелсіздік алып берген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екені тарихта қалады. Ол кісі үлкен реформатор, әлемдік деңгейдегі реформаторлардың қатарында тұратын тұлға. Сол кісінің келуімен бізде қандай іс-шаралар жүргізілді дегенде айтар едім, бірінші тәуелсіздікке қол жеткіздік біз. Екіншіден, біз әлемдік қауымдастыққа мүше болдық. Бізде барлығы мойында отыр. Оны тарих сабақтарында айтып жатамыз. Біз 192 мемлекеттің ішінде біз Біріккен ұлттар ұйымының мүшелікте отырмыз, ЮНЕСКО-ның мүшелігінде отырмыз, тағы да басқа халықаралық ұйымдардың бәрінде мүшелікте отырмыз. Осының бәрі Қазақстанның беделін көрсетіп отыр. Екіншіден, біз жаңа өзім тақырыптың алдында айтып кеттім ғой, біз есігімізді айқара ашып, жастарға мүмкіндік бердік білім саласында. Спорт саласы болсын, мәдени саласы болсын, барлық салада. Ең басты жетістігіміз деп есептейміз біз. Біз тәуелсіздік алғанға дейін біз шекарамызды анықтаған жоқ едік. Бізде шекара шегенделмеген болатын. Міне енді біз осы тәуелсіздігіміздің арқасында көрші мемлекеттермен, ең үлкен территория бізде Ресеймен, онан кейін Қытаймен, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан және Каспий теңізі арқылы да біз достық қарым-қатынастарымыз бар. Бірақ сол елдермен бірге біз ең бастысы шекарамызды толық екі жақты келісім арқылы біз шекарамызды нақтылап алдық. Қазіргі таңда біздің шекарамызға ешқандай мемлекет өзінің жаңағы несін айта алмайды. Толық шекарамызды шегендеп алдық. Бекітілген жеріміз бар. Басты жетістігіміз осы біздің негізгі. Содан кейін соңғы санақ көрсетіп кетті. Біз алғаш тәуелсіздік алған қарсаңында біздің қазақ халқының саны 49%-ның үстінде еді. Соңғы санақ нәтижесі бойынша 70,18%ге қазақ халқының саны жалпы өскендігін дәлелдеп отыр. Содан кейін тағы бір қуанышты жағдай, біз қартайған мемлекет емес екенбіз. Соңғы санақ бойынша жас мемлекет екенбіз. Біздің орташа жасымыз 31-де 94 екен. Ал енді жастарымыз тіптен өсіп келе жатқан жастарымыз 17 жасқа дейінгі балалардікі жастарымыздың саны 33,97% екен. Бұған қарап отырып біздің болашақ жастарымыз, яғни ресурс бар деген сөз. Бізде мүмкіндік бар. Біз әлі де болса әлемнің жаңағы елбасы айтқан 30 елдің қатарына, дамыған 30 елдің қатарына баруға жастарымыздың мынандай
несі мүмкіндік беріп отыр. Яғни біз жас мемлекеттің қатарына, халқының жас жағын есептегенде айтқым келіп отыр. Бұл өте қуанарлық жағдай деп есептеймін. Мен де сізбен толықтай қосыламын. Мемлекетіміздің ең басты жетістігі әрине ол тәуелсіздік. Ал енді қазіргі таңда бізге ең актуалды тема жастар жайлы айтсақ, сіз өзіңіз де жаңа айтып кеттіңіз. Жастар, жалпы қазіргі таңдағы жастарға қаншалықты сенім артасыз? Қазіргі таңда өмір сүріп жүрген жастар ертең сіздің, біздің, бүкіл елбасымыздың, қазақ халқының үмітін ақтап, тәуелсіздігімізді жаңа деңгейге, мемлекетімізді жоғары дәрежеге жеткізе алады ма? Әрине, мен үлкен сенімін айта аламын. Жаңа айтып кеттім ғой, қазіргі жастарымыз қайта біздің бақытты деп. Оған себеп толық мүмкіндік бар білім алуға. Жағдай жасалған. Мемлекет тарапынан да жағдай жасалып отыр. Ата-аналардың тарапынан да қазір әрбір ата-ана өзінің баласын жаңа білімді болса екен дейді. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарымыз жеткілікті. Мағжан Жұмабаев ұлы ақынымыз айтқан екен, мен жастарға сенемін деп. Мен де сол сияқты, мен де жастарға сенемін. Жастардың былайша айтқан кезде қазіргі жастар мынау заман ағымына сай лайықты. Көздері ашық, көкірегі ояу дейтін себебім мынау заман ағымына байланысты қазір болып жатқан технологиялық прогресстерді тез меңгерген. Біріншіден жаңағы цифрлық Қазақстан деп жатырмыз ғой, цифрлық сауаттылықтар өте жоғары менің бірінші өзім көзқарасым бойынша. Және де олар көп тілді. Бірнеше тілді меңгергілер келеді, ниеттері үнемі ізденісте жүреді. Онан кейін олардың да батылдық бар. Өте бір батылдық бар, ерекшелік қасиеттері сол. Батыл адам, мен ойлаймын, олардың тұла бойында, жүректерінің түкпірінде патриотизм бар. Қазақ ұлты үшін, Қазақстанның болашағы үшін олар өздерінің білімін алған, жетістіктерін мемлекет үшін береді деп ойлаймын. Себебі кезінде Америка құрама штаты құрылған кезде Джордж Вашингтон деген президент айтқан екен, мен мемлекет маған не береді деп емес, мен мемлекетке не беремін деп ойлау керек екен деген екен өз заманында. Сол сияқты бізде мемлекет берген күтіп отырмауымыз керек. Қайта біз әрқайсымыз кішкентай болса да үлесімізді қосып, Қазақстанның қарыштап дамуына әрбір жастың білімін, өзінің бар күшін, рухани жағынан болсын, мәдени жағынан болсын, жалпы білімін беру керек деп есептеймін. Жастардың болашағы жарқын ғой негізі. Мен де сізбен қосыламын. Жалпы мен өзім Қазақстан Республикасының кішкентай азаматшасы ретінде, жастардың бір өкілі ретінде тәуелсіздік бізге оңай жолмен келмегенін де білем. Ата-бабаларымыз қалай қиналып, түрлі қан терлерін төкті осы тәуелсіздік үшін. Осы мектеп табалдырығын аттағаннан бастап, бізге партаға отырғаннан бастап тәуелсіздік жайлы бірінші айтады ғой, тәуелсіздіктің оңай келмегені жайлы әңгіме қозғайды. Дәл сол себепті сіздің, біздің, мұғалімдердің, бүкіл елбасымыздың, қазақ халқының үмітін қазақ жастар міндетті түрде ақтап, Қазақстан Республикасын жаңа деңгейге көтереді деген мен үлкен сенімдемін. Ал келесі сұрағыма келсек, жалпы елбасымыздың тәуелсіздік жолында жасаған шешімдер өте көп. Алдында, одан да кейінде. Сол шешімдердің ішінде мына бір шешімі Қазақстан Республикасына үлкен септігін тигізді. Осы бір шешім мемлекетімізді жаңа дәрежеге көтерді деген бір шешімін айтсаңыз. Ол шешімі, мен ойлаймын, әлемге танытқан ол кісінің тұлғалық қасиетінің бір жақсы шешімдерінің бірі Астана деп есептеймін. Себебі Астана қазір Нұр-Сұлтан қаласы 2019 жылдан бастап Нұр-Сұлтан атанды ғой. Сол Нұр-Сұлтан қаласы әлемдік деңгейдегі жаңа Астана. 21 ғасырдың жас қала. Жас қала. Сол жас қаламен біз қазақ халқының болашағын байланыстырамыз. Жастардың болашағын байланыстырамыз. Сол арқылы біз, мен ойлаймын, осы Нұр-Сұлтан қаласы тәуелсіздіктің тұғыры болады, тәуелсіздіктің, білімнің, орталықтың, рухани дамуымыздың, мәдениетіміздің орталығы болып, тек қана саяси емес, жаңағы мәдени, саяси, экономикалық орталық болып, сол Нұр-Сұлтан қаласы біздің тәуелсіздігіміздің басты жетістігі деп есептеймін. Тәуелсіздік бірінші бәрібір. Бірінші орын ешкім баса алмайды. Оның орын ешкім баса алмайды деп ойлаймын. Мен де сізбен келісемін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жасаған бұл Қазақстан Республикасының үлкен үлес қосқан бір шешімдерінің бірі.
Бұл біздің ең қорытынды соңғы сұрағымыз болатын. Сіздің арқаңызда Қазақстан мемлекетіне жақсы қызмет етіп жүрген үлкен азаматшылар шықты. Дәл сол себепті сізден сұхбат алғаныма мен өте қуаныштымын. Алтындай уақытыңызды бөліп, осы JM арнасына сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Жалпы бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар. Ол біздің тәуелсіз Қазақстанымыз. Тәуелсіздік біз үшін құндылығы өте жоғары ұғым. Дәл сол себепті оны ешқашан ұмытпай, әрқашан жадымызда сақтауымыз керек. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігі баянды болсын. Сіздермен бірге болған мен Нұрбақыт, JM арнасына жазылып, лүпіл басып кеттіңіздер. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше.